Көпшілігіміз зардап шегетін кейінге шегерілген өмір синдромы туралы оқиға. Анамның сервантында хрустальдар тұратын. Салат табақтары, жеміс жидек ыдыстары, майшабақ табақтары. Барлығы көлемді және қолайсыз. Сондай-ақ фарфор ыдыстар болды. Әдемі гүлдер мен көбелектердің жарқыраған өрнегі бар. 12 адамдық шәй және ыстық тағамдар жиынтығы. Анам оны кеңес заманында кезекке тұрып талонмен алғанын айтатын. Үйге келгенде ақ дастарханға фарфор қойғым келіп сұрайтынмын. Анам, жоқ, бұл қонақтарға арналған дейтін. Мен дастарханды қонақтарға арнап жайып жатқанымда да сұраймын. Ол, жоқ, бұл қонақтар емес, жай көршілер дейтін. Фарфор серванттан шығу үшін анама қонаққа елдің патшасы келуі керек сияқты. Бұрын адамдардың көпшілігіне осы әдет қалыптасқан еді. Сатып алып нағыз өмірдің басталуын күтетін. Ал қазіргі өмір есептелмейді. Қазіргі өмір ол қандай өмір? Ақша аз, қуанышы аз, проблемасы көп. Нағыз өмір кейінірек басталады. Әйтеуір бір күн алады да бастала салады. Сол күні хрустальдан ас ішіп, фарфор кеседен шай ішеміз. Бірақ бүгін емес. Анам ауырып қалды. Ол балдаққа сүйеніп үйден әрең шығып тұрып, мені базарға апаршы. Азып кеткенім сонша киімім кең болып қалды деп сұрады. Біз ең жақын дүкенге баруды ұйғардық. Анам сауда орталығының алдында тоқтаған көліктен ауырған аяғын әрең сүйреп ішке кірді. Таңдадық. Бұл жерде өте қымбат екен. Саудаласа алмаймыз. Басқа жаққа барайық деді анам. Осы жерден сатып ал. Мен төлеймін. Бұл ең жақын дүкен дедім мен. Анам менің дұрыс айтып тұрғанымды түсінді, дауласпады. Басқа жаққа барар еді, бірақ біз шаршадық. Бағасын сұрады. Бағасы маңызды емес деймін мен. Маңызды, мен білуім керек деп анам қайтпайды. Анам үшін сатып аларда шешімді өзі қабылдағаны маңызды. Сатушы бағасын айтты. Не деген қымбат деп анам ашуланды. Мен сатушыға бар өнерімді салып көзімді қысамын. Азырақ айта салсын деп. Сатушы қыз түсіне қойып, маған қарап, бір нөлден шатасыппын дейді. Анамның көңілі орнына түскендей болды. Анам ақшаны көрмес үшін мен картамен төлеймін. Мен оның көзіне қосымша нөлдер түспеу үшін чекті бірден мыжып аламын. Сатып алып көлікке бара жатырмыз. Анам маған ақыл айтып келеді, жақсы киім екен. Бірақ қызығушылық танытпау үшін әдейі маған ұнамайтынын айттым. Әйтпесе олар бізге бағасын арттыра салады. Сатушыға тауар ұнағанын ешқашан көрсетпе. Себебі қармаққа ілінесің. Және әрқашан саудалас. Бағасын түсіріп қалуы мүмкін. Мен жарайды деймін. Мен өмір бойы анамнан менің әлеміме сәйкес келмейтін кеңестер алдым. Осы заманда олар қажет емес. Маған тауарға қызығушылық танытпа деп үйреткенімен, ол өзі алдауға түсіп қалатын. Әдемі қорапта Қытай затын сатып, акцияға бүгін ғана арзан болып тұр десе ала салатын. Алған екен, енді оны қолданбайды. Ертең біреуге сыйлыққа керек болып қалар. Не болмаса ауруханаға жатып қалсам дәрігерге алғыс айту үшін керек болып қалар. Тағы да кейінірек. Тағы да барлық жақсы өз үшін емес. Біреуге қазірдің өзінде шынайы өмір сүретін, жақсыға лайықтырақ, ертеңін күтпейтін біреу үшін. Бұл күлкілі дағды маған да генетикалық түрде берілді, өмір сүру емес, күту. Жақында қызыма өте қымбат қуыршақ сыйлады. Қорапта хан шайым деп жазылған. Қуыршақ шынымен де сәнді көйлек киген, тәжімен сиқырлы таяқшасы бар. Менің қызым 1,5 жаста. Ол өз қуыршақтарын шаштарынан тартып еденге лақтырады, аяқтарынан ұстап алып сүйреп жүреді. Бірде жақсы көретін қуыршағын күйдіре жаздады. Мен жаңа қуыршақты одан тығып қойдым. Сосын бір күні үйдің жөндеу жұмыстарын бітіріп, қызым есейіп, нағыз өмір басталады. Сол кезде мен оған хан шайымды сыйлаймын. Бүгін емес дедім. Жаңа жыл қарсаңында кенеттен анамның жағдайы жақсарып, көңілі көтеріліп, тіпті күле бастады. Мерекеде мен оған әдемі ақ жемпір сыйға бердім. Маған бұл жемпір ұнады. Рахмет деді де анам оны шкафқа салды. Жаңа жылға киесің бе? Жоқ, былға балармын. Кейін киемін бір жерге барғанда. Анама жемпір ұнамай қалғаны анық.
немесе керісінше қатты ұнады. Ол ашық түстерді, жарқыраған түстерді жақсы көретін. Ол жас кезінде сәнденіп киінгенді ұнатқанын айтатын. Бірақ ол кезде оған киім де, ақша да болмаған. Бір ақ блузкасы мен көптеген орамалдары болыпты. Ол орамалдарды ауыстырып, әр жолы басқаша байлайтын, соның арқасында фабрикада сән қоятанған. Мен де сол жаңа жылдық жемпірмен тағу үшін орамал бердім. Мен анама кішкене болса да жастық шағын сыйладым деп ойладым. Бірақ ол жастық шағын кәрілікке, кейінге қалдырды. Тағы да кейінге. Барлық жақсы жылдары өтіп кеткені айдан анық болса да кейінге қалдырды. Кейінге шегерілген өмір синдромы. Анам кенеттен қайтыс болды. Қаңтар айының басында. Бұл күні біз отбасымызбен оған қонаққа келуге жиналған едік. Үлгермедік. Мен қатты күйзелдім. Өз-өзімді бағындыра алмадым. Біресе қатты өкіріп жыладым. Біресе тас болып қатып қалдым. Менің айналамда болып жатқан дүниені толық түсіне алмағандаймын. Жерлеуге керек жараққа тапсырыс беріп, анамның бос қалған үйіне келдім. Оның мекен-жай кітапшасын тауып, достарына қоңырау шалып, оны жерлеу рәсіміне шақыруым керек болды. Мен пәтерге кіріп, оның бөлмесінде ұзақ уақыт үнсіз отырдым. Мен тыныштықты тыңдап отырдым. Күйеуім телефон шалды. Уайымдаған болар. Бірақ мен сөйлесе алмадым. Тамағымда бір түйін тұрғандай. Кенеттен шкафтың есігі еш себепсіз ашылып кетті. Мистика, мен оған жақындадым. Онда анамның төсек жабдықтары, сүлгілері мен дастархандары жиналған. Үстінде үлкен пакет болды. Мен оны ашып ішіне үңілдім. Менің сыйлығым да сонда жатты. Жаңа жылға сыйлаған ақ жемпір. Бағасы көрсетілген қағазы да үзілмеген. Анам бұны шынайы өміріндегі ең жақсы күн үшін кейінге қалдырып қойыпты. Енді, міне, сол күн жеткен болар. Оның ең жақсы күні. Ол үшін басқа өмір басталды. Алла қаласа, ол шынайы. Енді мен көз жасымды жуып, үйіме барып, қызыма хан шайымды қораптан шығарып беремін. Шашынан тартсын, көйлегін бұлғасын, тәжінен айырсын, аяғынан сүйресін. Есесіне оның уақыты болады. Шынайы өмірді бүгін сүруге уақыты болады. Нағыз өмір ол қуанышқа толы өмір. Тек қуанышты күтпеу керек. Оны өзіміз жасауымыз керек. Менің балаларымда кейінге шегерілген өмір синдромдары болмайды.